Қайырлы күн достар, бүгін біз сосиски в тесте пісіреміз. Оның қамырына қазір апара қоямыз. Оған 10 грамм дрожжи, 1 ас қасық шекер, татымына қарай тұз, 250 грамм сүт, сосын май 1 ас қасық. Ерітілген май. Екі ас қасық салсаңыздар болады. Осыны қазір ұн саламыз, енді 300-400 грамм ұн саламыз осыған. Бұлғап аламыз. Осыған енді шамалы ғана 300 грамм ұн бар. Соны шамалысын ғана саламыз да апараға қоямыз. Көтерілген күтеміз. Дрожжысы езіліп көтерілу керек. Он минут тұрады осылай. 10 минутымыз өтті. Енді қалған ұнымызды саламыз. Бұған 300-400 грамм ұн кетеді. Қазір 300 грамм ұн салып жатырмыз. Қазір көреміз. Егер аздық етсе 100 грамм қосамыз. Міне 300 грамм аздық етеді. Енді тағы да 100 грамм қосамыз қазір. Май жағамыз. Жарты сағат қоямыз осылай демалуға. Жарты сағатымыз өтті. Нанымыз көтерілді. Осылай кесіп шығамыз. Осылай етіп алдық, созып алдық қамырымызды. Енді осылай ораймыз.
Достар, міне бетіне кунжут септік, жұмыртқа жауып. Бұны енді 10 минут демалуға қоямыз, осылай бетін жауып. Сосын 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз духовкада.